4 сыныптың 34 сабағы жер ортақ үйіміз тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың құндылығы сүйіспеншілік. Сабағымыздың қасиеттері жақсы көру, қамқорлық, бауырмалдық. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға жер барлық адамға ортақ екенін түсіндіре отырып, сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Оқушыларға туған жерін жақсы көруге үйрету. Оқушыларға туған жеріне қамқорлық жасау қасиеттерін дамыту. Оқушыларда бауырмалдылыққа тәрбиелеу. Сабағымызды 5Т ережесін қайталаудан бастайық. Талап, тәртіп, татулық, тазалық, тыныштық сақтайтын болсақ балалар, сабағымыз жақсы өтеді. Ендеше сабағымызды тыныс алу жаттығуынан бастайық. Тыныс алуға зейін қоямыз. Сіздерден аяқ қолдарыңызды айқастырмай, түзу отыруыңызды өтінемін. Біз қазір тыныс алу жаттығуын жасаймыз. Тыныс алуға зейін қойған кезде біз тынығамыз. Ауаны ішке жұту кезінде тыныштық пен қуанышты қабылдаймыз. Демді сыртқа шығарған кезде өзіміздегі мазасыздықты сыртқа шығарамыз. Кәне дайындалайық балалар. Көзімізді жұмамыз, арқамызды тіктейміз, қолдарымды тізеге қоюға болады. Тынысты ішке тартамыз, тынысты сыртқа шығарамыз. Осылай 9-10 рет жаттығу жасаймыз балалар. Жарайсыздар балалар, ендеше дәйек сөзді менімен бірге қайталаңыздар. Бейбітшілік ел ұланы. Тағы да. Бейбітшілік ел ұланы. Балалар, бұл дәйек сөзден қандай ой түйдіңдер? Балалар, мен сіздерге бүгін мұғалім сыйы ретінде бірлік видеоролигін алып келдім. Қараңыздар. Ей балалар, бері келіңдер. Мына ойындарың бейбітшілікті көздейтін тәуелсіз елімізге жараспайды. Татулық пен бір тұтастықты мақсат еткен қазақ халқында ауызбіршілікке, бейбітшілікке бастайтын ойын түрі асық ойыны бар. Бұл дәстүрді де дәріптейді. Бірігіп ойлануға да мүмкіндік береді. Қане, жақындаңдар, сендерге үйретейін. Асық ойынын қалай ойнау керек екенін. Балаға жасынан туған еліне, салт дәстүрге құрметпен қарауды, ұлтжандылық пен ынтымақтастықты дарытса, азат еліміздің тұғыры биік, бірлігі мәңгі болады.
Ей балақай, сен ұтыпсың ғой. Есімің кім? Бейбіт. Жарайт. Бейбіт заманның ұрпағының есімі де бейбіт болу керек. Балалар, видеоролик ұнады ма? Бұл видеороликтен қандай ой түйдіңдер? Ойларымызды жинақтап, ойымызды түйік, я? Ендеше шығармашылық жұмысымызды бастайық. Шығармашылық жұмысты оқулықтағы 149 беттегі 4-6 тапсырмаларды орындаңдар. Сабағымыздың аяқталуына да аз қалды, балалар. Сабағымыздың соңында топпен ән айтайық. Бірлігіміз жарасқан әні.